Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді, бір жасағаннан ақ керемет болып шығатын американдық панкектердің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға осылай жұмыртқаларымызды жарып аламыз. Оның үстінен шекерді саламыз. Және осы екеуін жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Вилкамен немесе венчикпен араластырасыздар. Миксер міндетті емес. Енді оның үстінен жылы сүтімізді құйып аламыз. Сүт міндетті түрде жылы болуы қажет. Және оның үстінен осындай ерітілген сары майды құямыз. Енді ұнға разрыхлительді қосып аламыз. Және де ұнды осылай електен өткізіп аламыз. Ұнды екі бөліп саласыздар, бірден барлығын салмаңыздар. Осылай бірінші бөлігін салып алдым мен және араластырып аламын. Міне жақсылап біркелкі болғанша араластырамын және енді екінші бөлігін саламын. Оны да осылай жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Міне біздің қамырымыз осындай болуы қажет. Мен бұл жерде қамырға банан қостым, сондықтан менің қамырымда бананның кішкене түйіршіктері бар. Енді табамызды орташа отқа қоямыз. Қатты қыздырып жібермеңіздер. Және де осылай панкектерді домалақ-домалақ етіп құйып шығамыз қамырымызды. Міне осылай бетіне домалақтар шығып бастаған кезде арғы бетіне аударамыз. Табаны майламай жасай бересіздер. Немесе бірінші панкектерге бір рет майлап аласыз. Және одан кейінгі қалғандарына майлаудың қажеті жоқ. Осылай келесі беті тезірек піседі. Міне біздің американдық панкектеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Міне іші осындай болып шығады. Толықтай піседі. Балапандарға таңғы асқа өте тойымды, керемет.